Құрылыс көп энергияны қажет ететін әрі өте лас саланың бірі. Бірақ бүгінде энергияны үнемдейтін, экологиялық тұрғыда тиімді құрылыс түріне басымдық беріліп отыр. Энергия үнемдейтін құрылыс барысында мейлінше аз қуат көзін қажет ететін материалдар мен технологиялар пайдаланылады. Осының арқасында ғимараттағы жылу мен энергия шығынын айтарлықтай азайтуға болады. Мәселен, пеноблоктар мен жылу оқшаулағыш панельдерді пайдалансақ, үй қыста жылы, жазда салқын болмақ. Ақылды жылыту және жеделдету жүйесі бөлмедегі температура мен ылғалды автоматты түрде реттейді. Бұл жайлылықта ғана емес, сонымен қатар энергияны үнемдеуді де қамтамасыз етеді. Энергияны үнемдейтін материалдар мен технологиялардан бөлек, күн батареясы сияқты жаңартылатын энергия көздерін және жылу энергиясын 30-50% дейін сақтайтын суды қалпына келтіру жүйесін де қолданысқа енгізуге болады. Күн панельдері электр энергиясын ғимараттың өзінде өндіруге мүмкіндік береді. Бұл орталық электр жабдығына тәуелділікті азайтады. Энергияны үнемдейтін және экологиялық тұрғыда тиімді құрылыстың артықшылығы өте көп. Мұндай ғимарат иелері жарық пен суға жұмсалатын қаражатты үнемдеп қана қоймай, парниктік газ шығарындыларын азайтып, климаттың өзгеруіне ықпал етеді. Сонымен қатар, мұндай ғимаратта тұратын не жұмыс істейтін адамдар үшін ыңғайлы әрі қауіпсіз микроклимат қамтамасыз етіледі. Жаңа экологиялық тұрғыда тиімді технологиялар арқылы құрылыс жүргізу энергетикалық тұрғыдан ғана емес, суды да үнемдеу және ғимараттағы көлік тұрағы үшін де тиімді. Сондай-ақ, құрылыс барысында таза материалдар пайдаланылады. Жасыл ғимараттардың тұрғындар мен қызметкерлер үшін басты артықшылығы ол қауіпсіздік пен жайлылық. Өйткені ғимарат ыңғайлы, қызып кетпейді, ауа сапасы, ылғалдылық, ауа температурасы бақылауда болады және тұрғындар коммуналдық төлемді өздері басқара алады. Яғни энергия үнемделеді. Өйткені жасыл ғимараттар электр, жылу энергиясын, суды және басқа ресурстарды аз пайдаланады. Энергияны үнемдейтін және экологиялық тұрғыда таза ғимарат салу арқылы болашаққа зор инвестиция құямыз. Қаражатты үнемдеп, қоршаған ортаға зиян тигізбей, адамзат үшін қолайлы өмір сүруге жағдай жасалынады. Бірге күш жұмылдырсақ, құрылыс индустриясын тұрақты етіп, экологиялық тұрғыда таза және қауіпсіз қоғам құра аламыз.